Сәлем баршаңызға, сіздермен дәрігер Бағзат Сейтқазұлы. Бүгін мен сіздерге біздің ағзамызды қартайтып жіберетін 7 продуктын айтатын боламын. Осы 7 тағамды егер сіздер қолданатын болсаңыздар, сіз ерте қартайып кететін боласыз, жасыңыздан ерте қартайтын боласыз. Мына жерлеріңізге әжім түсетін болады, беттеріңізге әжім түсетін болады, кожаларыңыз салбырап бастайды. Сол себепті осы 7 продуктыны жаттап алыңыздар и еш уақытта өздеріңіздің питанияларыңызға, жаңағы тамақтарыңызға қоспаңыздар. Видео өте маңызды және қызықты болады, соңына дейін қараңыз. Видеоға лайк басып тіркеліп, каналға тіркеліп кетіңіз. Ал мен бастаймын. Деп тұрып қалсаң, иә? Бірінші орында бізде бірінші списокта ол көмірсу мен қант жатады. Қанша жерден, ой, сен көмірсу мен қант айта бересің, ол не үшін сен осы көмірсу мен қанттан басқа ештеңе көрмей қалдың ба? Біз қанша ғасырдан бері осы қантты жеп келе жатырмыз деген сияқты әңгіме айтатын болсаңыздар, мен сіздерге айтарым мынандай зат. Мен айтпаймын, мен қантты жемеймін, вообще қантты алып тастағам деп айтпаймын, өйткені мен де қолданамын, бірақ көп количествода емес. Мысалға, мынау соңғы даналарға қараған кезде қант біздің вообще ағзамызға өте қатты кері әсерін тигізеді. Мысалға, рак ауруларын өсірулері мүмкін, және де мынау глюкоза, сахар распадаться еткен кезде частицаларға, ол біздің именно коллаген деген элементті жейтін болады. Коллаген дегеніміз не? Бұл деген біздің бетімізде, біздің витаминдермен араласып, бетіміз, терімізде, буындарымызда, жалпы аяқтарымыз, қолдарымыздың барлық жерімізде осы коллагенсіз структура, кожамыз әдемі болмай, түсінесіз ба? Бетімізді әдемі қылып ұстап тұрған, осындай форманы беріп тұрған бізге, буындарымызды ұстап тұрған именно осы коллагендер. Егер коллаген болмайтын болса, біздің ағзамыз былай айтқан кезде құлап қалуы мүмкін. Бір ойлап қарасаңыздар, мынандай затта, бір ойлап қараңыздар, бір зданияны алыңыздар, здания, үлкен, есігі жоқ, терезесі жоқ, жаңағы бомбаны ішіне қоятын болсаңыздар, атылса, здания құлап қалады, сразу рухнуть деп айтады орысша. Дәл сол секілді коллагенсіз, секілді деген соң, коллагенсіз біз осылай, былай айтқанымызда, карточный домик сияқты былай құлап қаламыз. Сол себепті қант және тез көмірсуларды еш уақытта жемеңіздер. Мысалға, ол не дейтін болсаңыз, оның ішіне не кіретке айтып беремін. Мысалға, магазиннен сатып алатын неше түрлі лакомкаларыңыз, неше түрлі печеньеларыңыз болуы мүмкін, неше түрлі пряниктер, сухой не қосылған дейді, сахарный пудраменен, неше түрлі торттар, креммен жасалатын. Осының барлығы пустой углеводтарға жатады. Даже шоколадтар да соған жатады, өйткені тез энергия береді, тез энергиясы жоқ болып кетеді, және коллагенді разрушать етіп бастайды. Бұл сіздің кожаңызды ғана емес, суставной буындарыңызды да құртатын ең бірінші номер 1 зат. Екінші продукт, екінші тағам бізді қартайтып жіберетін, ол бізде алкоголь. Алкогольдің любой түрі, Советский Союзда біз арақ ішкенбіз, ол өте керемет зат, нормально, ауырмайсың, инфекция өлтіреді, туда-сюда деген әңгіме бәрі өтірік. Ондайға сенбеңіздер. Қаншама адамдарды көріп жүрік, арақ ішеді ма, тез қартайып кетеді, органдарын бәрі отырып қалады, жүректеріне нагрузка болады, артериялық қан қысымдары пайда болады, бауырлары шіритін болады, іритін болады, неше түрлі цирроздар, қанша адамдар осы цирроз печеньден өліп жатыр. Бүйректерге нагрузка, қанша адам гемодиализға кетіп жатыр осының кесірінен. Этанол бар, спирт бар, бүткіл қан тамыр жүйесін повреждать етеді, қаншама адамдар инфаркт алып жатыр, қаншама адамдар инсульт алып жатыр осы арақтың кесірінен. Сол себепті еш уақытта арақты ішпеңіз, даже нулевка пива болсын, еш уақытта қабылдамаңыздар, өйткені бұл біздің клеткаларымызды қартайтатын ең басты зат. Этанол жалпы біздің ағзамызға түскен кезде ол гемолиз процесін запускать етеді. Гемолиз дегеніміз не? Мысалға, ол мынандай зат. Мына екі зат біздің қанымыздың ішінде жүретін структура болды. Мысалы, эритроциттерді алып қарасақ болады. Осы эритроциттер білеміз, біздің қанымызда жүретін элементтер. Осы екі эритроцит кетіп бара жатыр, ал енді бұлардың ортасына
алкогольдің этанол жалғанса, сразу екеуін жабыстырып тастайды, түсінесіз бе? Клей сияқты мына екі эритроцит бір-біріне жабысып қалды. Осылар екі эритроцит жабыспайды ол жерде тола мына мысалы бәрі эритроцит бүйтіп шу жүрген болса, бәрі жабыстырып клей сияқты. Не үшін инсульт, инфаркт алады адамдар? Өйткені әбден қан тамыр жүйесін шашатып жібереді. Және де этанол біздің кожамызға тараған кезде бұл тоже самый коллаген процестерін тормозить етеді, тоқтатып тастайды. Сол себепті адам мысалға нерв жүйесі қатты зақымданатын болады, и және мынау кожасы, бет әлпеті солып, мынандай нелер, терілердің бәрі солып, бетін бәрі былайынан әжім басып кететін осыдан. Содан кейін алкоголизмге тән нервный системасы поражаться ететін болады. Ол кезде адамдар андай құбыршық сияқты болып қалады, андай неше, уже алқаш болғаннан кейін адам баласы, жаман айтты мен негізі. Факт сол, басқа білмеймін қалай түсіндірем, жалпы айтқан нервный системасы поражаться етеді. Нервный системасы поражаться еткен кезде адам баласы былай айтқан кезде бұрынғы характерін жоғалтып алады. Бұрында мінезі мықты болған болса, мысалы арақтан кейін мінезі сразу бұзылып кететін болады, өз-өзін тастап қояды, онымен қатар тез қартайып кететін болады. В общем, алкоголь деген өліммен тең десек те болады. Үшінші зат ол кофе. Қазір бәрлеріңіз маған мынандай кружкалармен лақтыратын шығарсыздар. Сен не кофені айта бересің, жамандай бересің, мынадай қылсың там. Ё-мое, үстіме төгіліп кетті. Сен ақ осы көмірсу қант жеме деп айта бересің, алкоголь ішпе деп айта бересің. Енді кофе ішпейміз ба, сонда не ішеміз деп айтатын шығарсыздар. Жалпы Европа мысалға кофе мен круассан жеп, күшті бәрі әдемі, вино ішіп қойып жүреді. Не үшін біз өйтіп жүрсек, осындай болады деген сияқты әңгімелер айтатын шығарсыздар. Ол да бар. Европадағы адамдар не үшін вино ішеді, не үшін круассан жеп, кофе ішсе де нормальный түрлер. Ол былай. Ол жақтың біріншіден кофесі өте сапалы кофе. Содан кейін ол жақтағы кофе көбінесе кофенің гурмандары болғаннан кейін олар таза қап-қара кофе ішеді. Оған сливкиді қосқан ұнатпайды, сахарды тоннамен қоспайды оның ішіне. Таза әдемі сығындысы, кофені әдемі жасаған таза. Екіншіден олар кофеден кейін көп су ішеді. Жалпы населениясы суды өте жақсы ішеді, жақсы көреді, суды біледі, детоксикация жасайтынын, ағзаны тазалайтынын біледі. Сол себепті өте көп суды қолданады. Ал біздікілер кофе ішкеннен кейін еш уақытта су ішпейді артынан. Негізінде мысалы Европаға барсаңыздар, мен бармаған, мен просто естігенімді айтып отырмын. Европаға барсаңыздар мынандай екен да, ол жақта кофейняға мысалға кірсең, олар саған бір чашка кофе істеп береді ғой. Сол кофені ішіп болғаннан кейін жаңағы жүрген официанты келеді, саған бір немесе 2 стакан осындай әдемі судан әкеп береді екен, сосын ол суды ішеді екен. Түсінесіз бе? Кофеден кейін су о жақта нормаға саналады. Міндетті түрде берілетін зат, өйткені кофе ішкен кезде адам ағзасы обезвоживанияға ұшырайды. Былай айтқан кезде бүткіл ағзамыздағы суды былай жинайды кофе негізінде, өйткені бүткіл қан тамыр жүйесін қысып тастайды, мынандай суживать етіп. Сол себепті жүрек тарсылдайды, ми жақсы жұмыс істеп кетеді, көзіңіз жақсы көруі мүмкін. Жалпы былай оянасыз да кофеден. Осындай процесс кездерінде бір жарты сағат пен 1 сағаттың арасында болғаннан кейін адам ағзасы су керек болады, өте көп количество. Сол себепті міндетті түрде сіздер кофеден кейін су ішу керексіздер. Егер де құр кофе ішеді беретін болсаңыздар, біріншіден ол сіздің ағзаларыңызда окислительный стрессқа ұшыратады. Ол дегеніміз сіздің ағзаңызда тас пайда болуы мүмкін, өтіңізде тас пайда болуы мүмкін, бүйрегіңізде тас, болмаса ағзаңызда кисталар, папилломалар, анау-мынау, в общем, көптеген проблемалар ұшыратады. Егер де сіздер тек қана ағзаны окислять ететін затты жіберетін болсаңыздар, оның бірісі ет және ішетіні мысалы кофе. Сол себепті абай болыңыздар. Жалпы біздің ағзамыз pH деген заттан тұрады, ол кислотность организма деп аталады. Именно осы кислотность организмаға көп зат байланысты ауру емес болуыңыз. В общем, түсіндіре алдым ғой, кофе ішесіз ба, күніне 1 стакан таза кофеден ішіңіз, ештеме қоспаңыз ішіне. Аш қарынға еш уақытта ішпеңіз кофені, тамақтан кейін болады. Бірақ 1 чашкадан асырмаңыздар. Егер ашыратын болсаңыздар, көп ішетін болсаңыздар, ол қартайтып жібереді ағзаны.
Так, төртінші продукт не дейтін болсаңыздар, ол колбасалар, шұжықтар, неше түрлі сосискалар, сарделькалар, неше түрлі консервированный заттар. Бұның барлығы біріншіден ешкі құрамында өте көп. Ешкі дегеніміз не білесіздер ғой, стабилизаторлар, ароматизаторлар, вкусовой рецепторларды қоздыратын ферменттер неше түрлі, және де сақтайтын нитраттар бар, құрамында өте көп. Және бір стакан одан көп мысалға тұз болуы мүмкін. Бір кішкентай колбасаның ішінде үлкен тұз. Бұның барлығы давлениені көтереді, асқазанды өтті дұрыс жұмыс жасатқызбайды, және де ерте қартайтқызады. Өйткені мысалға мен бір стакан судың ішіне етті салып қоятын болсам, 1-2 күннің ішіне бұзылып кетеді. Ал олар қалай істейді? Оның ішіне бүткіл химияны қосады, бүлініп кетпеу үшін, колбаса 2-3 ай тұру үшін мысалы сол заттарын қосады. Сол себепті бұның бәрі біздің ағзамызға түскен кезде мынау қартаю процесін іске қосады. Сол себепті адамдар қартайып кетеді. Бұл бізде төртінші зат айттым, шұжықтар, колбасалардан бас тартыңыз. Бесінші зат газдалған сусындар. То же самое, газдалған сусын дегеніміз и химия, и плюс үлкен количество сахар, қант бар ішінде, и ішінде консерванттар бар көптеген, чтобы сусынды сасып кетпей үшін ұстап тұратын. Вкусовой сочетание, неше түрлі вкусты келтіретін дәмдеуіштер бар, ешкалар бар. Осының барлығы былай айтқан кезде адам баласын бір жағынан зависимостьқа шақырады. То есть сіз сол напитоксыз жүре алмайтын болып қаласыз. Мысалы, қанша менің достарым бар, горилласыз жүре алмайды. Горилла шет, темекі шегеді, артынан горилла шет, темекі шегеді. Содан кейін дизи ішеді, тағы басқасы. В общем, бүткіл энергетиктерді жақсы көреді. Оның бәрі сплош сахар, химия, плюс газдалған сусындар қара, жасыл, сары, ақ цветтерін бәрін іше береді. Бұның барлығы тоже біздің ағзамыздың қан тамыр жүйесін құртады. Былай айтқан кезде сахардың құрамындағы сахар, кокаиновый не бар ғой, наркотик бар ғой, кокаин деген наркотиктан да қатты әсер етеді. Сахар деген, қант деген зат, ол кокаиннан бірнеше есе ауырақ, сол кокаиннен де қатты зависимость тудыратын зат элементтер болып табылады. Сол себепті құрамындағы сусындағы сахарлар сізді тәуелді етіп қояды. Тәуелді болғаннан кейін сіз сол напитоксыз жүре алмай қаласыз. Содан кейін алтыншы продукт ол фастфудтар. Фастфудтың ішінде үлкен количество трансжирлар бар. Қан тамыр жүйесін холестеринге толтырып тастайды. Сіздің бетіңізде коллаген түзілетін барлығын структурасын құртады, коллагенді өшіріп тастайды, витамин С-ның түзілуіне кері әсерін тигізеді, сіңуіне кері әсерін тигізеді. Жалпы айтқан кезде паразиттерді де шақыратын фастфудтар, ағзаны кәрдет ететін фастфудтар. Осының барлығы трансжирлар, холестерин, қан тамыр жүйесінің аурулары, неше түрлі инсульт, инфаркттың барлығы, ас қорыту жүйесіндегі өттің проблемасы, ұйқы безінің, асқазан проблемасының бәрі осы фастфудтан туындайды. Сол себепті фастфуд көп жеп жүрген болсаңыз, тез уақытта бас тартыңыз одан. Соңғысы жастардың тамағы деп жазып қойдым. Оның ішіне не кіреді дейтін болса, кириешки, кола, чипсы, доритос бар ма, тағы консервированный заттар, неше түрлі снектер, тұздалған жейтін бірдемелер, неше түрлі китайский лапша, роллтон болсын, чашка, большая красная чашка болсын. Жалпы осындай химияның барлығы біріншіден тәуелділік шақырады, екіншіден сіздерді ерте қартайтатын заттар. Өйткені құрамында ешкалар өте көп, құрамында біздің ағзамыздағы коллагенді жоятын және структураға әсер ететін костный системадағы фосфор, кальцийлардың бәрін шайып жіберетін неше түрлі химиялар бар. Сол себепті міндетті түрде бас тартыңыздар, егер балдарыңыз, қыздарыңыз жейтін болса осындай заттарды, или әйелдеріңіз. То же самое, бас тартсын, айтыңыз жеме деңіз, өзіңізде жемеңіз. Егер сау болғыңыз келген болса, өзіңіз әдемі, өзіңіздің теріңіз әдемі болғыңыз келсе, онда бұндай заттың бәрін қойған дұрыс болады. Ал мен сіздер үшін дайындап қойдым видео дұрыс тамақтану туралы.
ссылкаға басып міндетті түрде көріп шығыңыздар, өміріңізді өзгертіп кететін видео. Ал егер көбірек осы туралы видеолар қарағыңыз келсе, мен келесі видеоларымды қарап шықсаңыз болады. Егер осы видео ұнаған болса, каналға лайк қойыңыз, комментарий жазып кетіңіз. Сәлем болған, мен дәрігер Бағзат Сейітқазыұлы, сау болыңыз.